жазсаңыздар сөз жақсы болушы еді. Нархоз колледжі. Нархоз колледжі. Сәлеметсіздер. Қазір біз біраздан кейін бастаймыз. Бүгін сіздермен бірге видео сабақты қалай түсіру керек екендігін көрсетеміз. Бастай береміз ғой демек, қазір біраздан кейін бұл 7 адам болды. Астанда звук әлі қосылған жоқ. Так. Сейчас мы раскроем микрофон. Болды ғой дейме, 5 күн кірмейтін сияқты ары қарай. Бағана енді бірінші записьте бізде көп адам болды. Почти 17 адамдай болды ғой дейме. А екінші конференция. Қашан? Нешеде болды? Бағана біріншісі болып кетті бізде. Бұл екінші конференция болып жатыр. Так. 2-де болады деген, 3-те болады деген. 3-те болды бізде жаңа ғана. Енді біз тағы да екіншісін 4-те мен жазып жатырмыз. Так, мен қазір сіздерге ссылка жіберем, құрметті әріптестер, мен қазір ссылка жіберем сіздерге. Сол ссылка бойынша сіздер бағдарламаны көшіріп алу керексіздер. Қазір мен ссылка жіберем. Так. Так, Movavi. Мен чатқа жібердім ссылканы, осы ссылка арқылы өтіп, сіздер бағдарламаны көшіріп алу керексіздер. Так, білмейді қосайық. Дастан звук қосылды ма? Дастанда әлі звук қосылған жоқ. Күтіп отырмыз. Баста берейін. Демонстрация экранын басам. Қазір мен сіздермен бірге кеттіңіздер. Так. Бүгін біз сіздермен бірге онлайн сабақты Movavi бағдарламасы арқылы қалай түсіруге болады екенін көрсетеміз. Так, ең бірінші мен көріп Мен бұған дейін сіздерге чатқа жібердім, Movavi видеосына байланысты ссылканы жібердім. Сол ссылка арқылы өтсеңіздер, сіздер осындай файл жүктеп алу керек болатынсыздар. Так, егер де мен басқа колледждар бізге қосылып жатыр, оларға мен бөлек жіберем, одан кейін ссылканы. Егер де керек болса, Аделя Маликовнаға жіберем. Сол кісі общий чатқа менің ссылканы жібереді, сол ссылка арқылы өтесіздер де, міне мынандай ссылка болады. Ссылка арқылы өткеннен кейін міне Movavi деген бағдарламаны көшіріп аласыздар. Сол кезде осындай файл түрінде сіздерге жүктеледі. Ең бірінші орнатпас бұрын оны біз архивтан шығару керекпіз. Міне жүктеп алдыңыздар деп ойлайық. Енді архивтан шығарамыз. 2 рет басамыз. Сол жақ батырмамен мастер деп басамыз. Және де бізге қай жерге оны архивін қоятынымыз таңдаймыз. Біз рабочий стол деп таңдаймыз да, окей деп басамыз. Сол кезде бізде рабочий столда осындай папка пайда болады. Movavi деген, міне бізде осындай папка пайда болады. Архивін ашқаннан кейін. Рабочий стол мастер, рабочий стол мастер. Мен қазір давайте сіздермен бірге жасайыншы. Міне 2 рет басамыз. Мастер деп таңдаймыз. Міне выбор папки, обзор деп таңдаймыз, рабочий стол, окей дейміз. И готово деп таңдаймыз. Сол кезде бізде қазір рабочий столда біздің жаңағы видео редактор дейтін файлымыз жүктеледі. Міне менде пайда болды. Movavi Video Suite 18 деген пайда болды. Көрдіңіздер ғой, Так, енді осыны 2 рет басамыз да, осы Excel файлды оң жақ батырманы запустить от имени администратора деп орнатамыз. Далее деп, содан кейін орнатамыз бағдарламаны. Болды. Онда 2 приложение тұр, соны екіншісін басамыз, Біреуі тихая установка, а біреуі обычная установка. Біз обычныйын таңдаймыз. Одан кейін таңдаған кезде бірінші 2 рет басамыз. Қазір міне осылай қосылады. Потом орыс тілін таңдаймыз, окей дейміз. И және де мынандай нәрсе шығады сіздерде. Изменить настройки поиска, установить хайру домашний деген. Сол галочканы алып тастаймыз да. И далее деп басамыз, болды. Одан кейін бағдарлама бізде орнатылады.
Отметить етсем, потому что менде орнатылып тұр ғой. Міне, бағдарлама орнатылды. Орнатылғаннан кейін осындай сіздерде рабочий столда иконка пайда болады. Болды, орнатылғаннан кейін осындай иконка пайда болады. Енді бағдарламаға кірейік. Екі рет басамыз, және бағдарламаға кіреміз. Видео сабақты дайындамас бұрын біз алдын ала слайд дайындап қою керекпіз. Осы сабаққа байланысты. Менде мысалы слайд алдын ала дайындалып тұр. Міне, слайд дайындалып тұр. Презентация, да, имеете в виду? Обычная презентация, ешқандай емес, менде слайд. Обычно ашам, қазір слайдты міне ашып қой. Мысалы, менде компьютердің ішкі құрылғыларына байланысты сабақ болғандықтан, міне осындай ішкі құрылғылар, компьютер құрылғылары деген слайд дайын тұр. Енді бағдарлама жаңа ашқаннан кейін бізде осындай меню пайда болады. Редактировать видео, конвертация видео, запись видео с экрана. Бізге мында тек қана керек запись видео с экрана деген. Басамыз. Запись видео экрана, да? Да, запись видео с экрана басамыз. Басқа көшірді міне біздің әріптестеріміз қосылып отыр. Оларға мен бөлек ссылканы жіберем. Сол бағдарламаны көшіргеннен кейін барып, олар дәл осы видеоны қайталан, осы вебинардың ссылкасын да жіберем. Сол вебинарды көру арқылы жаза алады. Одан кейін істей алады сол нәрсені. Запись видео с экраны басқаннан кейін бізде осындай терезе ашылады. Захват экрана деген терезе ашылды. Захват экрана деген терезе ашылады. Ең бірінші біз осы экранда, ең бірінші захват экранада біз область захватын таңдау керекпіз. Бізде екі область захвата бар. Біреу бізде записать весь экран, екіншісі бізде выбрать область захвата. Выбрать область захвата болса, бізде осылай біз өзіміз таңдау керек боламыз, мысалы, түсіретін видеофрагментті. Бірақ біз лучше бізге тиімдірек весь захват деген таңдауды, полностью бүкіл экран таңдау. Бізге солай, біріншісін таңдайсыздар, біріншісін басасыздар, сол кезде бізде запись всего экрана шығады. Лучше соны таңдай берейік, бізге қатты қиындықтар тумайды, ондай болған жағдайда. Енді екінші пункт, веб-камера. Егер де сіздерде, мысалы, ноутбук болса, немесе веб-камера болса, және видео, мысалы, видео сабақта сіздердің түрлеріңіз, жаңағы видеоларыңыз көрген қаласаңыздар, басқа балалар, онда запись видео экранын қосасыздар. То есть, веб-камераны іске қосасыздар. Веб-камера іске қосылған кезде осындай жасыл түспен боялады. Демек, веб-камера қосылды деген сөз. Это шетінде мен түрім көрініп тұрады, бірақ презентация көрініп тұрады, және де презентация, шетінде сіздің түріңіз көрініп тұрады, и презентация общий көрініп тұрады ортада. Сіздер, мысалы, шетін бере аласыздар. Қай жерде сіздер, мысалы, қалайсыздар? Настройкені бассаңыздар, міне веб-камера настройки бар. Настройкені басқан кезде, міне, шығама шықпай. Қазір тұрыңызда, менде кішкене тұрып қалды. Настройки тұрған кезде, мұнда бізде, мысалы, слева, справа, сверху деп тұр, көрдіңіздер ма? Бұндай функциялар пайда болады. Өздеріңіз бересіздер. Мысалы, егер де сіздер хотите сверху, онда сверху деп жазасыздар. Егер снизу, справа. Өзіңіздің суретіңіз қалай көрінгенін қалайсыздар, соған байланысты қоясыздар да окей деп жазасыздар. Мен жағдайында, егер де ондай изображение өзіңіздің түріңіз болмағанын қаласаңыздар, онда веб-камераны өшіп тастайсыздар. Міне, отключить етсеңіздер, сол кезде өшіп қалады автоматически. Бірақ по умолчанию бағдарламада веб-камера өшіп тұрады. Ол өшіп тұрады, оны іске қосу үшін сол жақ батырманы басасыздар, және де іске қосасыздар. Ол түсінікті шығар. Енді ары қарай системный звук деген пункт бар. Системный звук бізде автоматически қосылып тұрады, оны өшірмейміз. Ешқашанда өшіруге болмайды, оны тұра берсін. Одан кейін микрофон деген пункт бар. Егер де сіздерде микрофон болса, мысалы, наушники немесе микрофонмен болса, онда сіздер микрофон басында өшіп тұрады, оны қосу керек. Микрофонды қосасыздар да, сол кезде осылай пайда болады. Микрофон жасыл түспен боялады, және микрофон қосылады. Егер де сіздерде микрофон немесе наушник микрофонмен болмаса, онда сіздер диктофонға жаза аласыздар сабақтарыңызды. Диктофонға, телефон диктофонына. Ең бастысы видео түсіру барысында сол видеомен сәйкес бір уақытта сол диктофонды қосу керек. Но можно вот этот... Естіліп тұр ғой, Енді ең бірінші настройки жасап қойдық, ұқтық қой, бәріміз. Ең бірінші область захватаны таңдаймыз, ең біріншісін басасыздар полностью экран. Одан кейін веб-камера керек болса, веб-камераны қосамыз, керек жоқ болса өшіреміз. Одан кейін системный звук бізде қала береді, және де микрофон бізде қосылып тұрады. Болды, Егер де микрофон болса, онда өшіп тастайсыздар. Онда телефон, диктофон қосамыз одновременно просто, и все, Ұқты ғой? Енді қараңыздар. Лучше микрофон оставить включенным же, чем диктофон соткаға жазғанша, егер де микрофон болса енді, ол микрофон болмаса, онда жазылмайды звук, соответственно, Одан кейін болды, түсінікті, Енді слайдты ашамыз, өзіміздің жаңағы сабақтың слайдын. Показать слайд деп басамыз, и сначала деп. Енді сабақты жазу үшін біз рек деген кнопканы басамыз, сол кезден бастап бізде сабағымыз жазылады. Сосын бастай береміз. Ректі басқаннан кейін мен қазір баса алмаймын, егер де мен қазір бассам кнопканы, онда біз қазір
неден онлайн конференциядан шығып кетеміз. Сол үшін мен басқарып қойып, бірақ түсінікті анда ректі басқаннан кейін бізде запись экраны басталады. Иә, 3, 2, 1 деген 3 сан шығады да, бірден кейін бірден басталады запись. Сіздер сол уақытта, мысалы, егер сіздер микрофон болмаса, онда диктофонды қосу керексіздер да, и немен бастап, слайдпен бастап түсіндіре бересіздер. Мысалы, басын бастайсыз, сәлеметсіздер ме, мен мысалы айтып өтесіз, тақырыбын айтып өтесіздер, далее деп. Кәдімгідей слайд сияқты баса бересіздер де, экранды жаза бересіздер. Сосын полностью біткеннен кейін, айтып болғаннан кейін, қайттан мына ректің орнына, біз ректі басқаннан кейін ректің орнына стоп деген сөз шығады. Стоп деп басамыз, сосын болды, сосын сақтаймыз өзіміздің видеомызды. Видео түрінде сақталады. Ешқандай қиындықсыз, иә? Болды, солай, ол бірінші түрі. Бізде осындай, ол бірінші түрі. Міне, захват экрана осылай жасалады. Енді, егер де сіздер олай жасағыларыңыз келмесе, онда тағы бір екінші түрі бар. Запись, видео сабақтың записінің екінші түрі бар. Мысалы, мына жауап сақ, дәл сол Movavi'да, қайтта Movavi'ні міне іске қосамыз. Мен кім жаңағынақ келді, міне Movavi'ні қайтадан екі рет шерту арқылы іске қосамыз. Екінші түрі, е? Редактировать видео арқылы. Басамыз редактировать видео деп. Қазір бізде қосылады видеоредактор. Так, мұнда таңдаймыз новый проект деп таңдаймыз. Және көйтіп ашып қоямыз. Енді жаңағы біздің дайындаған слайдымызды қайтадан ашамыз. Новый проект деп таңдаймыз, и болды ашамыз. Так, жаңағы слайдымызды міне аштық. Енді осы слайдты біз сурет түрінде сақтаймыз. Файл, сохранить как, обзор и рабочий стол таңдаймыз да. Слайдты сурет түрінде тип файлада біз таңдаймыз рисунок JPEG деп. Рисунок в формате JPEG деп таңдаймыз тип файлада. Көрініп тұр ғой, е? Так, және де сохранить деп басамыз. Все слайды деп басамыз. Сол кезде біздің барлық слайдымыз сурет түрінде отдельный папкада сақталады. Рабочий столда. Міне бізде пайда болды папка слайд деген. Соның ішінде біздің барлық слайдымыз сурет түрінде пайда болды бір-бірлеп. Е? Енді неме істейміз? Енді жаңағы редакторды ашамыз қайтадан, жаңағы сервинт етіп қойдық қой редакторды. Енді добавить файлы деп басамыз сол редакторға. Добавить файлы деп басамыз. Және де рабочий столдан жаңағы біздің папкамыздағы суреттерді таңдап аламыз. Мен слайд таңдап аламыз и открыть дейміз. Болды. Таңдадық, е? Міне осы, сол кезде сіздерде осылай суреттердің барлығы рет-ретімен өстіп видеодорожкада ашылу керек редакторда. Өзіміз кезек-кезек көрсетіп отырамыз ғой, е? Иә, енді қараңыздар, біз суретті ғана жүктедік, енді дауысты жүктеу үшін сіздер можете диктофонға енді дауысты жазып, өзіңіз мысалы сабағыңыздың дауысын жазып, одан кейін WhatsApp веб арқылы, мысалы WhatsApp веб арқылы оны мысалы жіберіп, мысалы мен группаға бағана жібергем әдейі, біздің группаға жібердім. Сосын сол мысалы менде міне WhatsApp вебқа жіберген міне файлым тұр, соны жібердім, енді соны жүктеп алам, загрузить деп. Ол менде загрузка жазылады. Және де соны осы редакторға енгізем енді қазір. Получается, диктофоннан мен WhatsApp веб арқылы жібердім бір адамға. Соны WhatsApp веб арқылы ашып, компьютерға жүктеп алып, немесе USB арқылы да жүктеуге болады. Сосын ол файлды енді қазір редакторға жүктеймін. Міне картинкаларын слайдтан қойып алдым. Енді добавить файл деймін да. Рабочий стол. Жаңағы міне файл, міне аудио файл міне салынып тұр. Открыть деп басам. Міне жаңағы диктофонмен жазған жазуым жазылып тұр. Енді мұнда негізі мен жазуым емес диктофондағы басқа кісінің жазуы негізі. Мысалы, ол бастайды, басын көре аламыз. Меня зовут Өзін таныстырды ең басында. Мои студенты. Меня зовут Сагимбаева Мария Александровна. Міне өз туралы айтып жатыр. Сол уақытта біз слайдты, бірінші слайдты пока айтқанға дейін біз мысалы қай жерде қандай сөз айтты, соған байланысты слайдты сәйкестендіріп былай созып отырамыз. Слайдты басқан кезде ол сары түспен былай белгіленеді, және де мысалы басында ол өз туралы айтты, және тақырып түсіндірді. Одан кейін мына ретте мысалы тақырыбын мысалы ішкі құрылғылар туралы айтып жатыр деп данного видеоурока это ішкі құрылғылар туралы айтты. Сол уақытқа дейін былай созамыз слайдты. Одан кейін мысалы аналогтық ақша туралы айтты. Осы жерде біз оны тоже созамыз. Мысалы мына жерден бастап мына жерге дейін аналогтық ақша туралы айтты. Соған сәйкестендіріп осы слайдты қоя береміз. Ұғынықты ғой, сіздерге? Слайдқа басамыз ба, созамыз деген не деген сөзін? Слайдқа бір рет басамыз, сол кезде ол сары түспен мысалы боялады. Көрдіңіздер ма? Выделяться етіледі. Одан кейін слайдты біз соза аламыз. Мына жаққа, немесе мына слайдтың ұзақтығын көрсетеміз. Мысалы слайд деген картинка ғой. Мысалы сіздер мысалы аналогтық ақша туралы бастадыңыз ғой, айтып мысалы аудиода, не қарайсыздар, мысалы аналогтық ақша туралы айтып жатсыздар. Әлі айтып жатсыздар.
сол уақытқа дейін мысалы келесі слайд басталғанға дейін біз мына регуляция жасау керекпіз. Мысалы міне мына уақыт аралығында мысалы сіз аналогтық ақша туралы айттыңыз, осы жерде аяқтадыңыз. Міне слайд сәйкесінше сол уақытқа дейін тұрады. Мысалы келесі слайд чипсет туралы басталды, мына жерден бастап чипсет туралы. Енді чипсет туралы сіз мысалы мына жаққа дейін айтып шықтыңыз. Мысалы слайд бізде кішкентай ғана, оны бізге созу керек. Созу үшін біз жаңағы белгілеп аламыз да, осылай пауза арқылы сол жақ батырманы басу арқылы жаңағы сіз айтқан жерге дейін созып аламыз. Міне, мысалы сіз мына жерден бастадыңыз, слайдты белгілеп алдық, міне созамыз. Мына жаққа дейін егер айтсаңыздар, мына жаққа дейін қоямыз. Егер де мына жаққа дейін айтсаңыздар, мына жаққа дейін созып аламыз. Онықты ма сіздерге, жоқ па? Біріншісі удобный вариант, екіншісіне қарағанда. Біріншісі удобный, екіншісі кішкене ұзақтап отырасыздар. Бірақ егер тіпті келмей қалса, бірінші вариант, конечно, удобный. Мен қазір қайталап өтейін. Бірінші вариант Асхат, мен бір нәрсені түсінбедім. Вот где бізде микрофон жоқ жерде диктофон дедік қой, мысалы мен ноутбукпен түсіріп отырып, сотканың ноты диктофон қосып қоямын ба сөйлейтін кезде? Сотканың диктофон қосып қоясыздар. Потом қараңыз. Бірақ бірінші вариантта да вот микрофон жоқ болса, в любом случае сіз видеоны, мысалы, давайте мен қазір көрсетейін сол вариантте. Мынау түсінікті ғой, мына вариант. Қазір кетіріңіз. Түсінікті, сложноватый. Ең аяғында, получается, видео істеп болғаннан кейін файл, сохранить фильм в медиафайл деп басасыздар. Одан кейін MP4 формат тұра береді по умолчанию. Имя файла, файлдың атын жазасыздар, мысалы, одан кейін қай жерде сақтайсыздар, обзор басасыздар да, мысалы, рабочий стол деп таңдайсыздар, выбор папки дейсіздер, және де старт деп басасыздар, сол кезде бізде видео сақталады рабочий столда. Түсінікті, Енді екінші жаңағы вариантты қаласыздар. Егер де сіздер мысалы жаңағы захват видео арқылы, запись видео с экрана арқылы сіздер видео түсірдік деп ойлайық, мысалы. Видео түсірдіңіздер, бірақ оның дауысы жоқ қой, сіздер дауысты диктофонға жаздыңыздар, мысалы. Ол видео сақталады, мысалы, сақталды. Қазір мен көрсетейін сіздерге қай жерде менде сақталып тұр. Мысалы, менде видео, қазір мен ноутбуктың камерасы, ноутбукта несі звук болса, ештеме керек емес қой енді диктофон. Онда диктофон, онда ештеңе керек емес. Егер де көбейлерде болады, звук істемей тұрса, ондай уақытта мен диктофонды айтып отырмын. Егер де сіздер ноутбукта мысалы микрофоны болса, онда без проблем, ешқандай проблема болмайды. Жай ғана мына жерде мысалы захват видеода, запись экранында сіздер микрофонды қоссау керексіздер. Самое главное, мына жерде микрофонды басу керексіздер на галочканы. Егер де на галочканы басып салсаңыздар, сіздің дауысыңыз жазылмайды. Нам обязательно басу керек. Жай де мысалы мұнда қарауға болады, мысалы қосылып тұр ма, сізде қосылып тұрған жоқ по устройство деп, на галочканы басу арқылы. Біз сізде қосылып тұр. Егер де былай бір нәрсе сөйлеген кезде өстіп жыбырласа, не көрдіңіздер ма, паузанок. Онда микрофон дұрыс істеп тұр деген сөз. И болды, без проблем, онда видеоны түсіріп жасай бересіздер, осындай. А егер де мысалы мынандай жағдай жасайық, мысалы ноутбукта микрофон мүлдем істемейді, наушник жоқ, сондай жағдайда жаңағыдай запись экрана, міне айттым ғой жаңағыдай, телефондағы диктофонмен бірге мысалы слайд темірші ашып аласыздар, жаңағыдай айтын показать слайд дейсіздер, сначала дейсіздер де ректі басамыз да, и жаңағы соткадағы диктофонды басамыз бір уақытта, и видеоны бастадық, запись ректі басталды запись, айтып жатсыздар, айтып болдыңыздар, одан кейін стоп деп басамыз, мына ректің орнына стоп пайда болады. Стоп деп басқаннан кейін бізде видео сақталды. Ол бірақ дауыссыз. Бірақ сіздер дауысты телефонға жазып алдыңыздар, диктофонға. Енді ол екеуін біріктіру үшін, жаңағы дауыс пен видеоны біріктіру үшін қайтадан Movavi-ға кіреміз. Мұнда Movavi ашылып тұр ғой бізде, бірақ қазір мен мынаны жауып тастайын. Редактирование видеоға кіреміз. Редактирование видеоға кіреміз. Так. Мәселе мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалы, даже если мысалы микрофон болса, ноутбукта, дауыс мысалы жаман жазылуы мүмкін. Өте нашар андай шумдармен. Сол уақытта лучше телефонмен жазған жақсы. Кішкене ыңғайлырақ болады. Немесе наушникпен лучше жазған. Так, енді қараңыздар. Енді жаңағы мысалы дыбыссыз видеоны қосамыз, добавить файл дейміз де, жаңағы біздің дыбысы жоқ, видеоны таңдап алайық. Мысалы дыбысы жоқ деп ойлайық на видеоны. Таңдап аламыз да, сол кезде бізде видео былай жүктеледі. Міне осылай болып тұрады. Мысалы на видеоның дауысы жоқ. Қосамыз, міне дауысы жоқ. Сіз бірақ оны жаңағы диктофонмен бір уақытта жаздыңыз. Енді жаңағы сіздің аудионызды компьютерға жүктеу үшін WhatsApp веб арқылы жібере аласыздар диктофоннан, немесе басқа да, немесе USB-мен жіберуге болады телефонға. Жаңағы записьті диктофоннан жібере аласыздар да, енді оны қосасыздар. Добавить файл дейсіздер де, мысалы менде рабочий стол дайын тұр, аудиосы диктофонға жазылған сөзім. Открыть дейсіздер, болды. Онда міне осы видео, аудио астында видеоның пайда болды. Енді негізі бір уақытта жазсаңыздар, екеуінің мысалы несі ұзақтығы бірдей болады. Примерно осылай болады. Бірдей болады.
болды, онда ешқандай монтаж даже керек жоқ. Мысалы, бір уақытта бассаңыздар болды, қайта бәрін қоясыздар да. Егер де мысалы артық жерлер болса, мысалы, мұнда қайшы деген бар, мысалы, ең аяғы керек жоқ болса, былай белгілеп аласыздар файлды. Одан кейін қайшыны басқан кезде бізде ол қиылады. Иә, көрдіңіздер ма? Жауап сәне. Ол қиылады. Және сол қиылған жерді, мысалы, delete басу арқылы жойып тастауға болады. Одан кейін енді видеоны сақтаймыз. Файл, сохранить как мне, mp4, атын жазамыз и сақтап деп жазамыз. Болды. Ешқандай қиындық жоқ. Демек, мысалы, дыбыссыз видео болса да, оған біз дауысты қоя аламыз. Иә. Ұғынықты ма, сіздерге жоқ па? Қайттан айтайын бе? Вроде бы түсіндім. Біздің почтаға түсі ме жоқ па? Қалай оны аламыз? Осы сіз айтып жатқан вебинарлы несін жазған. Мен оны неге жіберем? Аделя Маликовнаға жіберем ссылкасын. Иә? Мен әдейі ссылкамен жүрем, YouTube ссылкасын. Сосын сіздер Аделя Маликовнадан группаға жіберетін шығар ол кісі, жаңағы сіздерге жіберген ссылканы, сол жіберсе, сосын өзіміз көрейік мына жерден. Енді совсем ондай не емеспіз ғой, енді 1-2 рет өзіміз жазып көрейік, сосын. Жоқ, сіздерде получится, ешқандай не болмайды шығар. Енді қараңыздар. Егер де видео бізде мысалы дайын дейік, мысалы бізде видео дайын. Видео дайын тұр. Енді оны қалай жүктейсіздер? Сіздер бұған дейін видеоны қалай жібердіңіздер? Мысалы интернетқа. Негізі барлықтарыңызда негізі Play Market бар ғой, телефонда? Да. Play Market бар. Анда логин мен пароль сіздерде бар, специально YouTube-қа арналған, мысалы, логин мен пароль бар. Қалай айтсам болады. Егер сіздерде Play Market болса, онда логин бар. Егер Play Market кірсеңіздер, үстіңгі жағында сіздің логиніңіз жазылып тұрады. Қандай екен? Енді сіздер файлды, мысалы, YouTube-қа жүктеу үшін, нені көрсетейін, сіздерге қалай жүктеу керек екен. Мысалы, бізде видео бәрі дайын тұр, енді оны YouTube-қа жүктейміз. Қалай жүктейміз? Ең бірінші YouTube-қа кіру керек. Мен қазір шығып кетейін YouTube-тан. Жоқ, шықпай қойын. Мұнда мен қазір шықсам, егер де мен қазір вебинардан шығып кетемін. Ол үшін ең бірінші YouTube-қа кіресіздер. Одан кейін White деп басасыздар. Мысалы, мұнда White деген кнопка болады. White деп басасыздар да логин мен пароль енгізесіздер. Логин сіздерде сол Play Market-тағы логин болады. Пароль, негізі сіздер парольді білу керексіздер. Егер де пароль білмесеңіздер, онда можете создать новый аккаунт, создать деп басасыздар да, түте қиындығы жоқ. Аттарыңызды жазасыздар, номер жазасыздар, далее дейсіздер де болды, сақталады. Одан кейін мен осындай сіздерде аккаунт пайда болады YouTube-та. Енді аккаунтқа видеоны жүктеу үшін, міне, создать видео и другой контент дегенді басасыздар да, добавить видео деп басасыздар. Сол кезде сіздерде осындай қазір менде ашылады. Сол кезде сіздерде осындай нәрсе пайда болады. Загрузка видео деген. Сіздер выбрать файл деп таңдайсыздар. Және жаңағы сақталған видеоны, мысалы, бізде мына видео таңдаймыз да, открыть деп басамыз. Сол кезде бізде видео жүктеле бастайды. Жаңағы YouTube платформасына. Видеоның атын жазасыздар осы жерде. Одан кейін описание жазғыларыңыз келсе, өздеріңіз білесіздер, жазасыздар. Одан кейін мұнда ролик для детей, ролик не для детей деген таңдаймыз. Ол детский емес қой бізде еткені. И видео подходит для зрителей младше 18 лет деген тұрады по умолчанию. Далее деп басамыз, но YouTube желісіне жүктеу, видеоны. Потом далее деп басамыз, және де открыть доступ деп басамыз да, опубликовать деміз. Одан кейін бізде видео жүктеледі YouTube-қа, және де соның ссылкасын бізге одан кейін группаға жіберуге болады, без проблем, Видео жүктелгеннен кейін міне осылай тұрады. Мен қазір көрсетейін сіздерге. Видео жүктелгеннен кейін мен қазір отменить салайын аны. Міне осындай форматта сіздерге пайда болады. Одан кейін сол видеоның ссылкасын сіздер, мысалы, видеоға басу арқылы, так, менде мында қазір тұрыңыздар. Так. Так, менде мында конференцияның уақыты бітіп бара жатыр екен. Қазір мен. Так, бізде 9 минут қалды, қазір конференция 9 минуттан кейін бітеді екен. Біз уақытпен мында. Так, міне видеоның ссылкасын сіздер жазып аласыздар, міне ссылкасы тұр, копировать етесіздер, міне копировать етіп басасыздар да, одан кейін WhatsApp-қа біреуге жібере саласыздар, вставить етіп, и болды. Видеоның ссылкасы дайын болды. Видеоны YouTube-қа жүктеген жақсы, басқа платформалардан қарағанда. Жалпы түсінікті ғой, бірақ ол туралы енді мен одан кейін бөлек жіберемін сіздерге, егер де керек болса. Қалай ашу керек екен. Енді қайтадан 9 минут қалды, бізде қайтадан айтып өтейін, жаңағы ұқтық қой, бәріміз. Movavi-ні жүктегеннен кейін, қалай біз запись экранын жасаймыз. Movavi-ді ашамыз, ең біріншіден қайталап өтеймін жаңағы нәрсені. Одан кейін записать видео с экранын басамыз. Бастық. Ең бірінші настройка жасап аламыз. Область захватаны біріншісін таңдаймыз, записать весь экранды таңдаймыз.
область захвата. Екіншісінде веб-камера деймін, міне қайтадан көрсетемін. Егер де сіздерге видео керек болса, мысалы сіздің сабағыңыздың үстінде өзіңіздің суретіңіз тұрған видео керек болса, онда веб-камераны қосамыз. Егер де керек жоқ болса ондай нәрсе, онда біз алып тастаймыз. Одан кейін системный звук бізде қала береді, қосылып тұрады. Және де микрофон. Егер де микрофон бізге керек болса, микрофонды қосамыз. Егер де мысалы бізде ноутбукта микрофон болса встроенный, немесе сіздерде наушник болса микрофонмен, немесе былай вообще устройство микрофон бөлек болса, онда ең бірінші ноутбукқа оны қосып аламыз да, одан кейін микрофонды қосамыз. Егер де ондай жоқ болса, онда дауыстарыңызды диктофонға жазуға болады. Мен жаңа ғана айттым, бағана ғана айттым, диктофонға жазуға болады. Одан кейін біз настройка жасап қойдық, енді слайдты ашамыз. Сабаққа байланысты слайдты біз алдын ала дайындау керекпіз. Слайдты алдын ала дайындау керекпіз. Міне алдын ала дайындалған слайдты аштық, показать сначала дейміз. И ректі басамыз, ректі басқаннан бастап біздің видео сабағымыз жазыла бастайды, видео форматта. Одан кейін ректің орнына стоп деген кнопка пайда болды, стоп деп басамыз біткеннен кейін, және де сол видеомызды сақтаймыз. Видео сохранить как mp4 деп. Міне сондай. Егер де сіздерде жаңағыдай айтқандай микрофон болмаса, немесе наушниктікте болмаса, онда диктофонға жазып, оны біріктіре аласыздар. Оны біріктіруді мен қазір айтамын сіздерге, қайтадан екінші рет қайталап өтейін. Қалай біріктіреміз дауысты және де диктофонға жазылған дауысты және видеоны. Біз ол үшін ең бірінші видеоны жаңағыдай можете демонстрация қылып жазуға, сол уақытта бірден диктофонмен де телефонмен де дауысты жазу керек, бір уақытта екеуін. Бір уақытта жазсаңыздар, сол кезде ешқандай сіздерге редактирование керек жоқ болады. Енді екеуін қосу үшін редактировать видеоға кіреміз. Редактирование видеоға қайтадан кіреміз. Не кірдік? Так, кірдік. Енді жаңағы дауыс жоқ видеоны жазу үшін новый проект деп басамыз. Добавить файл дейміз. Және де дауыс жоқ видеоны таңдап алайық. Мысалы, мынаны дауыс жоқ деп ойлайық, открыть деп басамыз. Сол кезде бізде ана дауыс осылай видео жүктеледі. Дыбыссыз жүктеледі, видео. Енді жаңағы диктофонға жазылған дауысты сіздер WhatsApp веб арқылы, WhatsApp вебқа кіруді білетін шығарсыздар. Егер де білмесеңіздер, жай ғана WhatsApp веб деп жазасыздар да, телефонмен кіресіздер. Түк қиындығы жоқ, анда барлығы көрсетіледі. И біреуге жібере салуға болады сол дауыс. Мысалы, мен жаңа группаға жібердім дауысты и загрузить деп басасыздар да, жаңағы диктофонға жазылған дауысты. И компьютерға жүктеп аласыздар. Компьютерға жүктелгеннен кейін оны ашамыз, добавить файл деп басамыз. Мысалы, менде рабочий столда жүктелді. Дауысты таңдап аламыз и открыть дейміз. Сол кезде міне бізде жаңағы менімен бірге түсірген, видеоны түсірген диктофонға жазылған дауысым видеоның астына қойылды. Енді соны видеоға сәйкестендіріп қоямыз. Және де сақтаймыз. Файл, сохранять фильм в медиа файл. Файлын атын береміз, мысалы сабақ дейміз. Сохранить в, мысалы рабочий стол таңдаймыз. Выбрать папку. И старт деп басамыз. Сол кезде бізде mp4 форматында видео сақталады. Болды. Түсінікті шығар. Енді түсінікті ғой сіздерге? Қайтадан қайталап өттім. Енді сіздерге ссылкасын жіберем, одан кейін осы вебинардың. Одан кейін жаңағы бағдарламаны ссылкасын жіберем. Бағдарламаны желательно жаңағы мен жіберген ссылканы жазып алыңыздар. Қайтадан айтамын, бағдарлама ссылкаға басқаннан кейін бағдарлама мынандай RAR форматта жүктеледі сіздерге. RAR форматта жүктеледі, мынандай форматта болады. Оны сіздер ашу керексіздер, екі рет басып, жүктемес бұрын, екі рет басасыздар да, мастер арқылы архивтан шығарып алу керексіздер. Мастер деп басасыздар, таңдап аласыздар, қайда қоясыз, мысалы рабочий стол дейсіздер, окей, и готово деп басқан кезде сіздерде сол архивтан шығады. Біздің файлымыз міне архивтан шықты. Қайда тұр бізде ол? Не, архивтан шықты. Енді осыны жүктелудің екі түрі бар. Біреу тихая установка, оны өзінен бассаңыздар өзі орнатылады. Екіншісі выборочная установка, біз выборочныйны таңдаймыз, екі рет басамыз. Ең бірінші қазір орнату барысын көрсетіп сіздерге. Ең бірінші тілді таңдаймыз, окей деп басамыз. Одан кейін мынандай терезе шығады. Осы терезеден мына галочканы алып тастау керек міндетті түрде. Оны галочканы қоймақ қойыңыздар. Өйткені галочканы алмасаңыздар, сіздер осы редактормен қосымша тағы бір браузер жүктеледі, ол браузер бізге керек жоқ. Сол үшін галочканы алып тастайсыздар да, далее дейсіздер, болды. Соны біз сіздерге ешқандай керексіз бағдарлама орнатылады. Бағдарлама орнатылғаннан кейін сіздерде рабочий столда осындай иконка пайда болады. Болды, в принципе, ешқандай қиындығы жоқ. Мына бағдарламада, мысалы, сонымен қатар тек қана редактирование видео емес, сонымен қатар слайд-шоу да жасауға болады. Мысалы, мұнда фото деген ішінде слайд-шоу жасауға болады, неше түрлі. Создание слайд-шоу, публикация онлайн фото деген неше түрлі түрлері бар. Соның бәрін қолдануға болады сіздерге. Және де егер де тағы бір нәрсе көрсетейін сіздерге, егер де сіздердің видеоларыңыздың көлемі, мысалы 2 сағаттық видео болса, және де көлемі аз кетсе, мысалы 500 мегабайт, 600 мегабайт болып кетсе көлемі, онда конвертация видео арқылы видеоның көлемін кішірейтуге болады. Міне конвертация видео кіреміз. Қазір тұрыңыздар. Қазір жүктелсін.
мысалы менде мына видеоның көлемі мен қазір енді міне ашылды иә конвертация видео. Енді жаңағы видеоны можно добавить файл деп басуға, добавить видео деп. Және жаңағы рабочийда мысалы видеомызды таңдаймыз. Мысалы таңдадық, открыть дейміз. Сөйде видео жүктейді. Мысалы мына видеоның бізге көлемі 115 мегабайт. Біз оны кішірейткіміз келсе, осында басамыз да керекті размерді береміз. Мысалы 50 мегабайт деймін мысалы. Міне. И старт деп басамыз, сол кезде бізде видеомыздың көлемі кішірейеді. Онықты ғой, иә? Міне болды. Міне осылай сіздер видеоуроктарды түсіре аласыздар. Ешқандай кедергісіз. Слайд-шоу арқылы болады, немесе картинка, жаңа мен картинкалар туралы тоже айттым, иә? Сол туралы түсінікті ма барлықтарыңызға, егер сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Түсінікті. Барына түсінікті, иә? Мен ссылкасын жіберем, бағдарламаның да, вебинардың да сіздерге ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Сол бәрін жіберсеңіз өзіміз көрейік, прям ол естігенде өзіміз. Рахмет сіздер барлықтарыңызға. Міне осылай біздің вебинар бітті. Бұл екінші вебинар, негізі бізде 3-те басталған болатын бұл вебинар. Екіншісі мынау. 3-те басталмаған сияқты. Жоқ, 3-те басталды. Жоқ, мынау екіншісі 4-те басталды. Біріншісі бізде 3-те басталған. Мен оны видеоға түсірмей қалдым. Сол жіберейін десем сіздерге. Сол үшін мен екіншісін бастадым. Иә. Жарайды. Онда жіберіңіз. Рахмет сізге, рахмет.